Біздің елде небір жылпостар бар. Билік жақта да, қоғамдық саяси ортада да қара басының қамын күйттеген қулар жетерлік. Ал ең қауіптілері екі ортада жүретін жылпостар. Екі жаққа ойнайтын екі жүзділер. Міне, осылар ең қиыны. Өйткені бұлар билікке наразы топтардың арасына келіп, ел жанашырының кейпін сомдайды. Сосын халық оларды ел жанашыры деп ойлайды. Қарапайым халық әлгілердің шынайы бет бейнесін біле алмай дал болады. Бір қарасаң, елдің қамын жегендей болып жүреді. Яғни сырт көзге ел жанашыры, ақиқатшыл, ал шын мәнінде бетперде киген қудың нақ өзі болып шығады. Сондайлардың бірі Адырна деген сайттың жетекшісі Арман Әубәкір деген біреу. Биліктің сойылын соғып, диірменіне су құйып еңбегі сіңгені соншалық қысқа уақытта өз жағдайын дөңгелетіп алды. Мысалы, бірер жыл бұрын ғана жалаң аяқ жүрген Әубәкір қазіргі уақытта Алматыда және Астанада пәтерлері бар. Адырна сайтын ұстау үшін биліктен алатын қыруар қаржыны айтпағанда, жастар мәселесімен айналысам деп алатын қаржысы тағы бар. Журналист Мият Кәшібайдың зерттеу мақаласында көптеген билікшіл ақпарат құралдарының бел ортасында осы Адырна сайты тұр. Президенттік сайлау қарсаңында осы Адырна порталына ақпараттық баннер орналастырғаны үшін 14 миллионнан аса қаржы алғаны анық көрсетілген. Бұл әрине бер жағы. Осындай заманың түлкі болса тазы боп шал деген қате қағиданы ту етіп ұстаған жылпостар өздерінің лас іспен айналысатындарын мойындағысы келмейді. Айтпағымыз, осы Арман Әубәкір жыл басында, яғни қаңтар айында өзінің ешкім қарамайтын YouTube арнасына Төлен Тоқтасыновты шығарып, бұрынғы серігі Ғалымжан Жақияновты жамандатып, қаралым жинап, кейін Жақияновты шақырып, қызық тамашаламақ болады. Ол ойлары жүзеге аспаған соң негізсіз қаралауға көшті. Адырна YouTube арнасын ешкім қарамайды деген сөзіме дәлел мына төмендегі сурет. Қанша қаралым жинайтынын өздеріңіз көріп отырсыздар. Атың шықпаса жер өртенің кейпін келтіріп, бірді бірге айдап салып атағын шығармақ болғандардың көздегені бұл ғана емес. Олар өз қожайындарының тапсырмасын бұлжытпай орындайтын шабармандар. Арман Әубәкір билікті жағалап жағдайын жасап алуына жағымпаздығының арқасында жетті. Мысалы, мынау мәдениет министрі Асхат Ораловпен, ғылым министрі Саясат Нұрбекпен, Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиевпен, аманаттық депутаттар Дәулет Мұқаев, Мақсат Толықбайлармен, тағы бір аманаттық Асхат Аймағамбетовпен түскен суреттері. Ал Арман Әубәкірдің ең ірі сүйікті шенеунігі премьер-министр Әлихан Смайылов екен. Онымен тіпті селфилетіпті. Міне, осындай жылпос Арман Әубәкір биліктің лас ақшасына бала шағасын асырап, сол биліктің лас тапсырмаларын орындауға мәжбүр. Арман Әубәкір бір тәулікте 3 жазба жазып, Жақияновқа шүйлігуі тегін емес. Бірінші жазбасында Жақиянов демократиялық көзқараста болса, неге ақпарат құралдарын билеп төстеу үшін сотқа жүгінеді деп негізсіз қаралады. Келесі бір жазбасында Жақияновтың адвокаты қамауға алынды деп құтыртты. Ал үшінші жазбасында Жақиянов бізді сотқа сүйрейін деп жатыр, қызық болады деп алақанын сықлады. Бұл жазбаларға билікке бағыныштылар, әділетсіз жолмен мәжіліс депутаты атанғандар мен ештеңенің байыбына бармайтындар лайк басып, бұрқыратып пікір жазып қарқ болып қалды. Сонда қалай? Демократ сотқа жүгінбеу керек деген қағида қайдан шыққан? Өркениетті батыс мемлекеттерінде, ақш-та азулы басылымдарды ірі саясаткерлер сотқа беріп жатуы үйреншікті жағдай. Сотта ақ қарасын айырып, нүктесін қояды. Бірақ Жақиянов Адырнаны сотқа сүйреген жоқ. Тоқтасыновтың сұхбатына байланысты сот шешімін алға тартып, аталған сұхбатты жойып тастауды талап етті. Ал Жақияновтың адвокаты қамауға алынды деген жазба ел назарын аудартудың әдісі ғана. Әйтпесе, Мұстахым Төлеевтің қамауға алынуына сотты болған Арыстанбек Мұхаммедиұлының адвокаты болған кезіндегі іс-әрекеттері себеп болғанын дүйім жұрт біледі. Соңғы уақытта Ғалымжан Жақияновтың ақпарат құралдарына сұхбат беріп, әлеуметтік желіні белсенді қолданып,
елдегі саяси ахуалға қатысты өз көзқарасын ашық айтып жүргені биліктегі бай бағландар мен олардың құл-құтандарының ұйқысын қашырған секілді. Сол себепті Әубәкір сияқты өз қолдарынан жем жеп жүргендерді пайдаланып, Жақияновтың ар-абыройын түсіріп, елдің сенімінен айырмақ. Артынан ел еріп кетеді деп қауіптенген адамның соңына шырақ алып түсу биліктің үйреншікті әдісі. Адырна арнасына Тоқтасыновтың сұхбаты шыққан соң, Жақиянов артынша мәлімдемесін жариялап, істің мән жайын ашық түсіндіріп, өз сөзін айтты. Енді ол жағдайды мыжғылап, ұсақ әңгімеге себеп ету Арман Әубәкір сияқты жастарға ұят нәрсе. Бірақ өз еркі өздерінде болмаған жетектегілер желкесіндегі көкелері не айтса да орындауға мәжбүр болатыны анық. Қазақстанда өзінің тазалығымен, дегдарлығымен құрметке ие болғандар аз. Олардың санының аздығы соншалық, санауға бір қолдың саусағы жетеді. Ал солардың бірегейі Ғалымжан Жақиянов. Себебі Жақиянов қиын кезде күреске шықты. Қазіргідей тікелей эфирге шыға салатын әлеуметтік желі жоқ. Тәуелсіз газеттердің өзі санаулы болды. Назарбаевтың елді уысында ұстап тұрған қаһарлы кезі. Сондай уақытта оппозициялық ұйым құрған, сол үшін қудаланған, сынбаған, кешірім сұрамаған, жандағы үзеңгілестері жалт беріп, орта жолда сатып кетсе де, әлі күнге дейін жамандамай ірілік танытқан. Бүкіл дүниесінен айырылса да, ар-абыройын сақтап қалған Ғалымжан Жақияновты қалай құрметтемейсің? Ал осындай азаматты талауға жол беріп қойып, қарап отыруымыз ұят емес пе? Бізде өзі жөні түзу тұлғалар аз ғана қалды. Көбі бағаланбастан өмірден өтіп кетті. Саусақпен санарлық санаулы тұлғаларды қаралап, қай ұшпаққа шықпақпыз? Әрбір мықты тұлғаны бағалап, ел үшін, ортақ мүдде үшін жұдырықтай болып жұмылатын уақытта бір-бірімізді жұлмалап жүрміз. Бесіктен белі шықпай жатып, былыққа батып, арамақшаға алданып, ақиқаттан аттап кеткендер ойлануы керек. Айтаққа еріп үретін ит болмау керек. Елді адастырмау керек. Оларға айтарымыз мынау: қазақтың көзсіз баласын қаңғытып қайда барасың? Арамнан тапқан малыңды адалдап қалай аласың? Тек ақиқатты айтып, арын сақтаған азаматтар көп болсын. Ақпаратты дайындаған Дана Сәрсенбай. Құрметті жанашыр жақтастар, осы арнаның ақиқатты айтуына сіздің де үлесіңіз бар. Өйткені сіздердің тиындап болса да көрсеткен қаржылай көмектеріңізбен біз осы арнаны жүргізіп келеміз. Арнаның қазіргі жетістікке жетуі сіздердің арқаларыңызда. Ары қарай ақиқат айтылу үшін үнемі мүмкіндігіңізше қолдап отырыңыздар. Біз мемлекеттен тендер алмаймыз. Артымызда ешқандай олигарх тұрған жоқ. Еркінбіз, тәуелсізбіз. Біз тек сіздерге арқа сүйейміз. Донат жіберемін деушілерге Каспий картамыз 4400 4302 90 34 12 36 877 426 53 86. Арнаны бірге құрайық.